Жүректің салыстырмалы тұйық үш шекарасын анықтаймыз. Оң жақ, жоғарғы, сол жақ шекарасын. Бірінші оң шекарасын анықтаймыз. Ол бізде оң жүрекшемен құрылған. Бірінші бұғана орта сызығымен топографиялық перкуссия арқылы өкпенің төменгі шекарасын анықтаймыз. Перкуссия күші жай, ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия жасаймыз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Саусағымызды бір қабырға аралық қалдырып, төртінші қабырға аралыққа вертикальды орналастырамыз. Ашық дыбыстан тұйық дыбысқа перкуссия күші орташа перкуссияны жасаймыз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Санаймыз. Бірінші қабырға аралық, екінші қабырға аралық, үшінші қабырға аралық, төртінші қабырға аралық. Төстің оң жақ қырынан 1 сантиметр сыртқа. Тапқанымыз оң жүрекше. Жүректің салыстырмалы тұйық жоғарғы шекарасы ол сол жүрекшемен құралған. Ол үшін орташа перкуссиямен төстің сол жақ қырынан 1 сантиметр сыртқа сызығымен перкуссия жасаймыз. Ашық дыбыстан тұйық дыбыс тұйықталғанша. Тұйықталды. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Бірінші қабырға аралық, екінші қабырға аралық, үшінші қабырға. Тапқанымыз сол жүрекше. Жүректің салыстырмалы тұйық сол жақ шекарасы. Ол сол қарғышамен құралған. Ол үшін пальпация әдісі арқылы бірінші жүрек ұшы түрткісін тауып аламыз. Қолымызды үзбей, алдыңғы қолтық сызығына саусағымызды орта сакеттерді орналастырамыз. Перкуссия күші орташа, ашық дыбыстан тұйықталғанша перкуссия жасаймыз. Кеткен дыбыстан белгілейміз. Санаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші қабырға аралық бұғана орта сызығынан 1,5 сантиметр ішке.